Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер, қалайсыздар? Бүгін айбет уақыты бізде күн жаңбыр, аяқтың кеше тазаладық. Мына жерлерді кішкене қойып қойдық, енді үлгере алмай жатыр, шама келгенше тазалауға. Аның ішіне суын төгіп жатып, кептіріп, күн шықса жем салу керек ішіне. Мен қазір үйден шыққан жем беріп жатырмын. Мынаның ішін әлі тазалап үлгерген жоқпыз. Мен Адлер тауықтарын ұстап жатырмын қазір. Мұнда шөптерді салып үлгерген жоқпыз әлі. Жинастырып жатырмық. Жартылай қапшыққа салып қойдық. Ана ескі үйдің ішіне апарып тастадық. Бұйыз қалғанын салып апарып астын тазалаймыз. Пока жем суларын әкеліп қойдым. Күндіз осының ішіне жүреді. Кешкісін ана тас қораға қамаймыз. Бұрын тауықтар тұрған қораға, кешегі видео түсірген қораға қамаймыз. Кешкісін күндіз осында жүреді. Міне 4 тауық, бір әтеш Адлер бар отса. Кешегі айтқандай, уәде еткендей 1000 теңгені тауық тапқан адамға береміз деп айттық қой. Енді Саят дейтін бір бауырымыз ең бірінші ол жазды Адлер деп. Одан кейін де көп адамдар Адлер деп жазып жатыр. Енді мен оның ішінен соңғы жазған адамға бере алмаймын. Ең бірінші жазған, ең бірінші видеоны болып қарап, ең бірінші жазған адамға қарап отты. Мен ең бірінші кім жазған барлығын. Мен видео салдым, содан кейін бір 15 минуттен кейін бір шамалыдан кейін Саят бауырымыз жазып жүріпті астына Адлер деп. Сол себепті Саят бауырымызға беретін боламыз. Саят бауырым, сен осы видеоны көріп жатсаң, мен төменге WhatsApp нөмірімді қалдырып кетемін. WhatsAppқа жазсаң болады. Мен саған 1000 теңгені Каспиіңе аударып жіберетін боламын. Әзірге видео болса, келесі видеоға көріскенше сау болыңыздар.